бейнеуден бізге скайп байланысқа шығып отыр. Енді бұл кісі Қазақстанды аралап, қыркүйекте Маңғыстаудан Нұрсұлтан қаласына дейін велосипедпен жеткен. Раббим ағаны байланысқа қосайықшы. Ассалаумағалейкум аға, бізді естіп тұрсыз ба? Естіп тұр. Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз жақсы ма? Раббим Борашев, велошабандоз. Аманмын, саумын, елдеміз. Сізді айтып отырмыз, қыркүйекте Маңғыстаудан Нұрсұлтан қаласына дейін келді деп. Қалай, қиын болған жоқ па? Велосипедпен жетті міне. Енді ол жолды мен ең төте жолдармен жүріп отырдым ғой мен. Асфальтты тікелей үлкен қалаларға жүрген жоқпын. Мына Бейнеуден Шалқарға дейінгі осы тәуелсіздік кезінде біздің Қазақстанның салған ең бір үлкен жобасының біреуі мына Бейнеу жезқазған темір жолы. Сол бүкіл мына сайын даланың үстін кесіп өтіп, тұнау Шалқарға басып береді 500 шақырымдық. Соның іргесімен жүріп отырдым бірінші. Далалық жер, асфальт жоқ, қара жермен жүріп отырдым. Одан ары қарай өздерің білесіздер, Ырғыз даласы жатыр, анау Ырғыз Торғай қолаты. Бұл жерде де ондай мәнді жолдар жоқ, білең ауылдық жолдар елді мекен арасындағы. Сол жолдың үстімен жүріп отырып, Дектавинка Атбасар арқылы Астанаға басып едім, барлығы 1750 шақырымдай жол жүрдім. Қанша күнде жеттіңіз? Біз пойызбен 3 күн жүреміз Маңғыстауға дейін. Енді мен тіке шықтым, 17 күндей уақыт кетті ғой маған. 1750 шақырымда мен күнде жүретін өз адамның мүмкіндігі жаңағыдай нашар жолда 100 шақырымнан артық жүру өте қиын болады. 100 шақырымды жүру үшін 5 сағат велосипедтің рөлінің үстінде отыруым керек. Сонда ғана 100 шақырым жүріп аласыз. Қайда қондыңыз, не іштіңіз, не жедіңіз? Енді қазақ елі білесіңіз ғой, қай жерде де қонақжай, есігінің алдынан өтіп бара жатсаң, өзінің туған бауыры, ағасы, інісін көргендей шақырып, елді мекендердегі спортқа қатысы бар әкімшілік барлығы естігендері шақырып қонақ қылып жатыр. Көптеген жерлерде енді қонақ үйлер бар ғой енді. Ауылдағы ағайынның жолда кетіп бара жатқанда сізді көргенде реакциясы қандай болды? Еріккен біреу деп ойладым, әлде қолдау танытып жатты ма? Таңғалдым. Енді ол әдейі ескертілген, негізі мені осы Астанаға дейін баруға көп демеген, Астана патрол деген. Негізі мен аржағы саяхатшымын. 5 жылдан бері джип турларға қатысып, көптеген джип турларға қатыстым. Сондағы менің достарым бар, барлық қалаларда, барлық елді мекенде. Соның ішінен Астана патролдың жігіттері осы мені қай жерден де алдымнан күтіп тұратын болды. Раббим ағамыздың жаңағы айтып өттіңіз осы уақытқа дейін жаңағы көлікке мініп, жер-жерді араладым депші. Енді біздің білуімізше жасыңыз 60-тан асқан. Иә. Не себепті осы велосипедке отырдыңыз? Иә. Соңғы 2 жылда велосипедпен айналысып келем. Үлкен 3 бөлімге бөлінеді менікі. Бірінші Маңғыстаудың өзімен жүріп өттім. Сосын екінші мына Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына деп Бейнеуден Нұрсұлтанға дейін жүрдім. Үшінші ердің соңы есет, бірдің соңы бекет деген бекет атамыз ғой. Бүкіл қазаққа мәшһүр болған сол бекет атамыздың біздің Маңғыстау Атырау өңірінде 4 мешіті бар. Сол 4 мешіттің арасының бәрін жолсызбен жүріп өтіп қосып, барлығы туралы видео сюжеттер жасап барлығын еттім. Болашақта енді бір журналдар шығаратын мүмкіндігім бар шығар деп ойлаймын. Раббим аға, сіздің жаңағы джип турыңыз туралы шағын ақпарат бере кеткіміз келіп тұр. 2017 жылдан бастап Раббим аға жұбайы Айзада Борашева екеуі Ұлытау мұрасы, Үстірт құпиясы, Алтай қазынасы, Оңтүстік аңыздары, Тылсым, Торғай, Алтын Орда, Үшқиян, Баянауыл, Қарқаралы, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан қамтыған Памир асуларын джип турларымен өз көліктермен жүріп өткен. Бұл жайында олардың бәрінен сіздерге өзіміздің семейный шығарған журналымыз бар. Әрқайсысы осында картасында бәрі көрсетілген, неше километр, неше арасында қандай елді мекендер бар, осындай неде шығарылған өзіміздің. Бұл енді пока семейный жобамыз біздің, мүмкін болашақта көбейтіңкіреп шығарып, мүмкін таратармыз деген ойымызда бар. Енді тағы бір мәлімет, 2019 жылы ауыл жастарын спортқа баулу мақсатында Бейнеудегі алғаш жабық жүзу бассейн салып, қазіргі күні жүздеген жас жеткіншек жүзуден жарыстарға дайындалып жатыр екен. Ертең Бейнеуден шара өткізеді. Тағы қандай жұмыстарды қолға алып жатсыздар, қандай жоспарларыңыз бар? Енді спорт саласындағы аудан көлемінде
өткен барлық мүмкіндігім келгенше елде болсам солардың барлығына қатысуға тырысамын. Өзім әкем 100-ге толып, бұдан 3-4 жыл бұрын осы Бейнеу өңірінде үлкен марафон жүгіру, сосын жүруден 2 түрінен жарыс өткізіп, екеуінің де бірінші келген жігіттерге тұлпар сыйлап, сондай бір үлкен үрдіс жасағанбыз осыдан 16-17 жылдары, 16 жылы. Сол үрдіс енді қазір жалғасып келе жатыр, одан кіші көлемде, үлкен көлемде өтеді, аудан көлемінде. Осы келесі айдың аяғында да осындай тур өтейін деп жатыр, бұл аудан көлемінде. Мысалы деймін да, бассейн сірайында өздеріңіз айтып кеттіңіздер, енді біз осы аудан қараймыз ғой енді, не керек деген жағдайда осындай бір монша мен бассейн болса деген тілек айтты әкімшіліктегі жігіттер. Сол бассейн салып, бүгінге дейін біздің жерімізде білесіздер, бүкіл Маңғыстауда өзен жоқ жер ғой енді, Каспийіміз болғанмен. Каспий біздерден 450 шақырым жер. Сосын осы Бейнеуде осындай. Енді қазір жүзгі жігіттер шықты, қыздар шықты. Ана нелермен қарап отырамыз. 3-ші разряд деңгейіндегі мүмкіндіктерін орындап жүрген жастар бар. Ағамыз ертең Бейнеуде салған бассейнде үлкен жарыс өткізейін деп жатыр. Соған сәттілік тілейміз. Әрқашан осылай спортты насихаттап жүре беріңіз. 80-ге келгенде де, 100-ге келгенде спортпен айналысып, велосипедіңізден түспеңіз дейміз енді. Ауырмаңыз, сау болыңыз аға. Рахмет, көп рахмет.